Түркістанда түмен бап, отырарда 30 бап, сайрамда бар сансыз бап деген сөзді естіген боларсыз. Расымен оңтүстік өңірі ежелден ақ киел орындар мен сәулет ескерткіштерінің тұғырлы тұрағы. Тіпті кесенелердің көптігі сонша, тұрғындардың өзі олардың санынан жаңылатын көрінеді. Бірі 80-ге жуық десе, енді бірі 100-ден асады деп болжайды. Армысыз көрермен, эфирде Шырайлы шаһар бағдарламасы. Сіздермен бірге Серік Жұмабек. Бүгін біз сансыз баптың жатқан жері Сайрамға сапар шегеміз. Сайрам ислам дінін алғаш болып қабылдаған ең ірі аудандардың бірі. Қазір Шымкент қаласының аумағына енген. Жер көлемі 1760,4 шаршы шақырым. 56 ұлттың өкілінен құралған 250 мыңнан астам тұрғыны бар. Сүрлім топ алдымен Қаратау ауданына қарасты Сайрам тұрғын үй алабының солтүстік шығыс бөлігінде орналасқан Мәртөбе биігіне бағытталды. Жүгірткен ойын жыраққа, бар қазақ қанық бұлатқа. Қазақта не көп, төбе көп, Мәртөбе жалғыз. Бірақта біз қазір Шымкент қаласындағы Мәртөбе биігіндеміз. Тарихи дерек бойынша Тәуке хан өзінің 7 жарғысына осы төбеде мөр басқан деген дерек бар. Жалпы дала парламентінің рөлін атқарған қасиетті төбені кез келген адам көріп келіп танысуға мүмкіндігі бар. Мәртөбе, мәртебелі деген мағына береді дейді зерттеушілер. Аталмыш төбе табиғаттың ықпалымен қалыптаспаған, адам қолымен арнайы жасалған болу керек деген болжам айтылады. Жесір дауынан жер дауына дейінгі мәселелер шешіліп, ел тағдырына қатысты шешімдер қабылданған орын қазірде аса маңызды тарихи құндылық саналады. Мәртөбе деген тарихи жеріміз бар. Өзі міне географиялық тұрғыда да қарасақ, өте ақылды орналасқан. Бір жағында мысалы Қаратаудың етегі жауып тұрса, екінші жағы Алатау тауларымыздың етегі жауып тұр, тек қана бір бағыт. Сол жерде біздің хандар, билеріміз, батырларымыз, сұлтандарымыз бас қосып, ақылдасып, ары қарай қандай стратегия құрамыз, қай бағытта дамимыз, көршілес елдермен дипломатиялық тұрғыдағы қарым-қатынастарды қалай дамытамыз деген мәселелер сол жерде талқыланған. Ал Сайрамның өткен тарихын жақыннан танығысы келетіндер тарихи өлке тану музейіне барса болады. Іргетасы сонау 1962 жылы қаланған 2 қабатты ғимарат 1992 жылы мұражай игілігіне берілген. Мұнда 13 ғасырдан 19 ғасырға дейінгі 9500 экспонат сақтаулы. Сайрам туралы ең алғашқы мәліметтер Зороастризм дінінің Авесту кітабында кездеседі. Авесту кітабы жазылғанға 3000 жыл болған екен. Одан кейін арабтар келген кезде 8 ғасырда ол кезде Исфижат деп жазылған екен. Түрк кітаптарында Сайрам деп аталған. Қазіргі таңда өзінің есімі Сайрам. Келесі нысан Қазақстан мәдениеті мен тарихының архитектуралық ескерткіш болып саналатын Ибрахим ата кесенесі. Аңыз бойынша Ибрахим ата атақты Қожа Ахмет Яссауидің әкесі. Діни көсем әрі танымал уағызшы болған. Әкелі балалы Ибрахим мен Қожа Ахмет Яссауи ислам дінінің етек жаюына қызмет еткен. Ибрахим ата туралы деректер бізге аңыз күйінде жеткен. Ибрахим ата 1001 жылы өмірге келіп, 1048 жылы өмірден өткен дейді. 47 жыл ғана ғұмыр кешкен, ал артымыздағы мына кесене 13-14 ғасырларда салынған дейді аңыз бойынша. Және кесененің кіреберісінде Бақара сүресінің 255 аяты осылай тасқа қашалып аудармасымен жазылған. 7 жылдан бері кесененің тазалығына қарап, келушілерге киелі орын туралы мәлімет беріп жүрген шырақшы Қадырхан Артыққожаевтың айтуынша, мұнда зиярат жасауға тек елімізден ғана емес, алыс жақын шетелден келетіндер де көп көрінеді. Ибрахим ата деген әулие кісі өткен, сол әулие кісінің кесенесінің қасында тұрмыз. Әулиеге зиратшылар келеді, Қырғызстандан көп адам келеді, Өзбекстандан келеді, Россиядан келеді, Түркиядан келеді. Халық арасында Ибрахим атаның әулиелік қасиетінен бөлек, уағызшылық қабілеті жайлы аңыздарда кеңінен тараған, адам жанына рухани азық беріп, арман тілектерді қабыл ететін, адасқанға жол көрсетіп, ауру демдейтін құдіретін жұрт қазірде құрмет тұтады. Осы Ибрахим атаның басына келіп, Құран оқып, бағыштап, осы кісілердің шарапаты тисін деп, бала-шағаменен, немерелерменен келіп отқан жайымыз бар бұл жерге. Әуелі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның, содан кейін атамыз Ибрахимнің, Қожа Ахмет Яссауидің осы біздің халқымызға жасаған тірлігін ары қарай жалғастыруымызға Алла тағала себепкер бола көр, бізді жолға сала көр деп тілекпенен келіп отырмыз.
Ибрахим ата кесенесінің аумағы 51 шаршы метрді алып жатыр, ал кесененің биіктігі 8 метрге жуық. Қазіргі таңда кесененің айналасына толықтай ағаш егіліп абаттандырылған, ал жолдың арғы бетінде Ибрахим ата есімімен аталатын мешітте орналасқан. Алдағы уақытта әкімдік тарапынан осы мешіт пен кесене аралығындағы жолға жаяу жүргіншілер жолағын салу жоспарланып отыр. Біздің ендігі бағытымыз осы Ибрахим ата мешіті болмақ. Ибрахим ата кесенесінің қасында осы мешітіміз орналасқан. Бірінші тасы 1992 жыл қойылды. 95 жыл осы мешітіміз бітті. Қазіргі таңда мешітімізге 700-ге жуық адам сияды. Мешітімізге келіп кететіндер халқымыз, еліміз, жұртымыз тыныш болсын деп дуа жасап, 5 уақыт намазымызды осы жерде оқып, дуа жасап отырмыз. Аллахқа шүкір. Ибрахим ата мешітінен 3 шақырым қашықтықта Қарашаш ана кесенесі орналасқан. Таңғаларлығы 40 шаршы метрге жуық кесенені саларда бірде-бір шеге темір қолданылмапты. Сайрам тарихында жазылғаны бойынша кесене 14 ғасырда Әмір Темірдің бұйрығы білен көтерілген дейді. Ал енді бұны ішінде жатқан адамы келетін болсақ, бұл ішінде жатқан адам 10 ғасырдың ақыры, 11 ғасырдың бастарда өмір сүрген Мұса Шайх деген адамның жалғызғына Айша атты қызы болады. Бұл анамыздың өзінің аты Айша. Бізге келген зияратшылардың көпшілігінің қоятын сұрағы, әкесі білен шешесі бір уақытта дүние салған болса, бұлар не үшін ажыратып жерленген, не үшін екі жерде жатыр дейді. Бізді Орта Азия мұсылмандарда сондай бір әдет қалыптасып қалған. Әкелері қай жерде жатқан болса, балалары соның қасына жерлеу. Ибрахим ата өзінің әкесі Махмұд хан атаның қасына қалған. Бұл анамыздың алып келіп өзінің әкесі жатқан төңірекке жерлеген. Қарашаш өз заманының ең білімді, зиялы және сауатты әйелдерінің бірі болған. Ислам әлемінде қасиетті Құран кәрімді араб тілінен түркі тіліне алғаш болып аударған тұңғыш әйел деседі. Ибрагим атаның жұбайы Қарашаш ана. Ол да сайрамды, зиялы, өте бай әулеттен шыққан әйел болған. Шаштары қара болғандығы үшін оны жергілікті халық Қарашаш ана деп атап өткен. Осыдан 7 ғасыр бұрын салынған кесененің тек күмбезіне ғана жөндеу жұмыстары жасалған, қалғанын толықтай түпнұсқа деп айтуға болады. Бізді қызықтырғаны іргесіндегі және маңдайшалығындағы ағаштар 7 ғасыр өтсе де шірімей сақталған сапа деп осыны айту керек шығар. Тағы бір дүние, Ибрахим ата кесенесінің басындағы Бақара сүресінің 255 аяты бұл жерге де тасқа ойылып жазылған. Шамасы қажетіңді адамнан, аруақтан емес Алладан сұра дегенді аңғартып тұрғандай. Айша немесе Қарашаш жергілікті тұрғындар санасында нағыз ана бейнесінің биік символын айналған абзал жан. Тіпті оңтүстікке аяқ басқан кез келген турист алдымен осы жерге келіп, одан әрі Түркістанға аттанады екен. Қожа Ахмет Яссауидің атасы мен анасы жерденген Ибрагим ата мен Қарашаш ана этнотуризм жаққа келетін болсақ, ол да мысалы түрік елдес, тілдес елдерге өте құнды, келген туристер кеп міндетті түрде сөзге барып, Құран оқып, бағыштап, Түркістанға барар алдында, жолында міндетті түрде сол Қарашаш ана мен Ибрагим атаның кесенесіне барып, Құран оқытып, міндетті түрде бірінші сол зияратын Шымкенттен бастап, отырарда жалғасын тауып, Түркістанда аяқтайды. Аңыздың астарынан ақиқат іздейтініміз анық. Десе де өлі риза болмай тірі байымас. Бүгін біз өнегелі өсиеттің, баламасыз қасиеттің куәгері болдық. Ал жергілікті халықтың қыж-қыж қайнаған қызу тіршілігі Шым қаланың қонақ жайлығын ұмыттырмақ емес. Бұл шырайлы шаһар бағдарламасы. Амандықта жолығайық.